Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен көпшілігі біле бермейтін пайдалы ақпаратпен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Дүкеннен сатып алынған грек жаңғағын жуып тазаламаған жағдайда пайдасынан зияны көп болады. Сондықтан осылай ыдысымызға салып алып, оны бірнеше қайтара салқын сумен жуамыз. Көріп тұрғандарыңыздай суымыз кір болып шықты. Енді осылай суымыз мөлдір болғанша бірнеше қайтара жуамыз. Ешқандай бүлініп, езіліп кетпейді. Сондықтан қорықпай жуа беруге болады. Барлығын жуып алған соң противенге салып, қызып тұрған 20 градус пеште 25-30 минуттай кептіреміз. Кез келген жаңғақты осылай жуып кептіріп алсаңыздар болады. Пешті өте қатты қыздырудың қажеті жоқ. Кепкенше осылай жарты сағаттай ұстаймыз. Кепкеннен кейін дәмі де өте керемет, хрустящий болып шығады. Содан кейін пайдалана берсеңіздер болады. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Сіздермен болған Салтанат. Видеоны лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.